Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тағы да бір сабағымды ұсынғалы отырмын. Бұл сабағымда жаңа сөздермен қалай жұмыс жасауға болатынын көрсетемін. Жаңа сөздерді алдымен бір тыңдатып, оқытып аламын. Содан кейін жаңа сөздерді қазақша аудармай, ағылшынша түсіндіремін. Және сол сөздердің мәтін немесе диалог ішіндегі мағынасын айта отырып, жаңа сөздердің мағынасын оқушылардың миына ағылшынша жеткіземін. Ал сабақ аяғында оқушыларды екі топқа бөлемін. Олар А және Б тобы. А тобындағы оқушылар жаңа сөздерді табу үшін қандай сөз екендігін Б тобындағы оқушыға жеткізеді. Ал Б тобындағы оқушы кітапқа қарамай немесе бетін дәптермен жауып тадағы немесе экрандағы жаңа сөздерге қарамай, сол сөздің қандай сөз екендігін ағылшынша айтады. You can say your car is it car park? Yes. You can play all kinds of sports. Yes. You can walk with your friends. It is park. Осылайша оқушылар бір-бірлеріне жаңа сөздерді ағылшынша жеткізу арқылы сөзді қорларын дамытады және сөйлеу дағдылары қалыптасады. Және топта мүлдем сөйлемей қалатын оқушы болмайды. Оқушылар бір-бірімен жұптық жұмыс жасайды. Және бұл әдіс оқушыларыма қатты ұнап жүрген әдіс. Сол себепті сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Егер де видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.